Қайырлы күн, біздің оқырмандар. Бүгін біздің GQ подкастымыз одан әрі қарай жалғасуда. Біздің өткенде атап өткеніміздей тақырыбымыздың негізгі бір бөлігі бұл электоралдық процесс. Жалпы азаматтардың, оның ішінде жастардың сайлауға қатысуы, сайлау мәдениеті, олардың сайлаудағы белсенділігі. Осы тақырыптар тұрғысында біз әрі қарай өз жазбаларымызды жалғастырудамыз. Және бүгін бізде қонақта партиялық емес байқау ұйымының орталығының басшысы Кунилов Төлеген мырза. Қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Енді Төлеген, былай қарап тұрсақ, енді ұйымдарыңыз осы электоралдық белсенділік мәселелерімен айналысады, оның ішінде бір нақты байқау мәселелерімен, сайлау процесін. Енді оған әрі қарай әрине тоқталамыз, бірақ бастапқыда алғашқы сұрақ ретінде қалай жалпы бағалайсыз біздің азаматтардың саяси белсенділігі, оның ішінде сайлау процестеріне қатысуы, осыған қандай өзіңіз баға берер едіңіз? Енді бір ғана статистика айтып кетейін. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша 2010 жылы президенттік сайлауға азаматтарымыздың саны 29 мың, байқаушы ретінде қатысқан 29 болса, 2019 жылғы сайлауда 44 мың адам қатысқан екен байқаушы ретінде. 2021 парламент сайлауында 74 мыңнан астам азаматтарымыз байқаушы ретінде қатысқан екен. Енді референдум бойынша әлі нақты мәліметтер шыққан жоқ, бірақ менің ойымша енді оған 100 мыңнан да асып кететін шығар. Яғни бұл дегеніміз әрбір жыл сайын, әрбір науқан сайын азаматтарымыздың белсенділігі артып келеді. Бұған себепкер ретінде айтайын деп айтқым келетіні ол біздің 2021 жылдың маусым айынан бастап ауыл әкімдерін сайлау үрдісі енгізілген болатын. Яғни әрбір азамат өзінің мысалы жергілікті өңірінде ауылдық округте болсын, ауылда болсын, өзінің мемлекеттік басқару жүйесіне тікелей қатысын өз арқылы сезінгендіктен қазіргі таңда өзінің мысалы ауылын әкімін жағдайын жақсарту үшін қандай да әкім сайлауға мүмкіндік мен өзім шешем деген сияқты оймен келіп қатысқандықтан қазір белсенділік өте артуда. Себебі енді ауыл тұрғындарының адамдары өте белсенді қатысуда. Енді жаңа айтып отырсыз, ауылдық деңгейден бастап сайлау процестері басталды. Қазір енді болашақта аудан, қала әкімдерінде, енді республикалық маңызы бар емес, бірақ облыстық маңызы бар қалаларында әкімдерін сайлау құқығы пайда болады деп. Жалпы енді бұл процестер әрине болып жатыр, бірақ соған қарамастан енді кейде халықаралық ұйымдар біздің еліміздің жаңағы сайлау заңнамасына немесе сайлау заңнамасының жалпы орындалуына кейде көп сыни пікірлер айтып жатады. Осы тұрғыда қалай ойлайсыз, қаншалықты біздің еліміздің сайлау жалпы заңнама ғана емес, о заңнаманы іске асыру, жалпы осы электоралдық процесс қаншалықты біздің елімізде демократиялық деп ойлайсыз? Енді өзім жалпы алған кезде мынау заңнама, сайлау бойынша заңнамада өте мысалы көршілес мемлекеттер болсын, тәуелсіз мемлекеттік достастығына кіретін мемлекеттер болсын, басқа да біздер мысалы мемлекеттердің сайлау үрдісіне қатысып келеміз, өзім қатысқан болатын. Солардың заңнамаларына салыстырып қараған кезде біздің қазіргі қолданыстағы бар заңнама едәуір демократиялық деп айта аламын. Себебі енді мысалы байқаушы ретінде болсын, сайлау үрдісіне, учаскесіне барып өз жұмысын атқару үшін ешқандай кедергілер жоқ. Мысалы тек қана саяси партия болсын, немесе қоғамдық бірлестік атынан болсын, жолдаманы алып барсан, жеке басының куәлігі арқылы соған кіріп өз жұмысында атқара аласың байқаушы ретінде. Мәселен айтайын, мысалы былтыр ғана Өзбекстанда президент сайлауында болып едім. Ол жерде заңнамасы бойынша байқауға ниет білдірген ұйым орталық сайлау комиссиясына жаңылмасам 10 күн ба 15 күн ба бұрын ақпарат береді екен. Осындай ұйымның атынан осындай адам қандай да бір участокке байқаушы ретінде барады деп. Одан кейін 10 күн ішінде оған орталық сайлау комиссиясы мандат береді екен. Сол мандатты алғаннан кейін ғана байқаушы сол участокке барып байқаушы болады. А бізде ондай жоқ. Бізде мысалы кез келген адам кез келген участоктеде, мысалы заңнама бойынша ешқандай шектеу жоқ. Бір адам бір күн ішінде бірнеше участок аралап шығуға құқығы бар.
жаңағыдай басында айтып өткендей, егер де жолдамасы болса және жеке басының куәлігі болса болды, мысалы бір адам 10 немесе 15 учаскеге дейін қатысуға мүмкіндігі бар. Сондықтан да нағыз демократиялық нормалар біздің заңнамада деп толыққанды айта аламын. Окей. Енді байқау, жалпы сайлау процесіне байқау туралы келетін болсақ, енді соңғы кезде әртүрлі ұйымдар осы мәселемен айналысып жүр ғой. Еркіндік қанаты қоры бар осы Астана қаласында, Алматыда Қазақстан жастар ақпараттық қызметі бар, МИСК. Өздеріңіз барсыздар, партиялық емес байқау орталығы, эхо, тағы да басқа, енді айта берсе ұйым жеткілікті. Енді әрине басым бөлігі көбінесе жастар ұйымдары, енді бұл да түсінікті шығар, енді жас кезде романтика көп, жас кезде адам барлығын басқаша қарайды, белсенділік жоғарырақ, сәйкесінше барлығы оларға қызықты, байқағысы келеді, ол дұрыс та деп ойлаймын бір жағынан. Сонымен қатар, қаншалықты осы бүгінгі таңда байқау жүргізетін ұйымдар өз ісін жүргізуге құзыретті? Мәселе мандат тұрғысында емес, білім тұрғысында, ақпарат тұрғысында, дағды тұрғысында. Ол бір. Екінші, қаншалықты осы байқау жүргізетін ұйымдар шынайы тұрғыда автономды. Өйткені кейде айтып жатады ғой, мынау білмеймін, мемлекеттікі, мынау білмеймін, шетелден қаржыландырады деп. Енді біреуге тайынсаң біреу туралы бір нәрсе айта береді, бірақ осыған қарамастан. Қаншалықты осыған сіз автономды деп ойлайсыз осы ұйымдар? Енді бұл жерде былай ғой, мысалы қазір жаңа айтып өткендей қоғамдық ұйымдардың белсенділік артып келеді. Адамдардың санында, адамдарымызда мысалы сайлаушы ретінде ғана емес, өзі байқаушы ретінде өзінің белсенділігін танытып қатысып келеді. Бірақ біз күні кеше ғана аналитика жасап, сараптама жасаған кезде кейбір көп жағдайларда байқаушылардың өздері заң бұзушылықтарға жол беріп қояды. Енді былай қараған кезде көп жағдайларда енді заңды дұрыс түсінбегендіктен, білмегендіктен, кейбір жағдайларда мынау тәжірибенің аздығынан қандай да бір жағдайларда қалай жұмыс істеу деген сияқты мәселелер. Кейбір жағдайларда енді сөздің расы керек, мынау арнайы мынау сайлау үрдісін жағымсыз жағынан көрсетуде мақсатымен жасайтындар да бар. Сондықтан осы мәселелерді зерттеп, зерделеп, енді қоғамдық бірлестік, енді бізде білесіз ғой, заңнама бойынша әрбір байқаушының сайлау күні, мысалы бұл қысқа мерзімді байқау, білесіз ғой, сайлау күні 12 құқығы бар. 12 құқығы бар, 7 міндеттемесі бар. Өзі міндеттемесі бар және 4 мысалы тыйым салынған әрекеттері бар, андай кедергі жасау деген сияқты, сайлаушыларға көмектесу деген сияқты әртүрлі дербес ақпараттардың құпиялығын сақтау, жария қылдыруға болмайды деген осы мәселелерді толық түсіндіріп, біздер мысалы өздеріміз байқаушылар жинаған кезде толыққанды осы мысалы дауыс беру үрдісі ол күрделілігін түсінетін, осы үрдіске байланысты заңнамалық нормалардың ерекшеліктерін білетін және байқаушы ретінде өзінің құқықтары мен міндеттерін нақты түсінетін адамдарға жүгінеміз. Бұл өз тарапынан жаңағы сайлау үрдісін әділ және объективті баға беруге алып келеді. Енді осы көптеген ұйымдармен біздер осы науқан аясында да республикалық үміткерлердің республикалық штабтарымен кездестік. Басқа да мысалы үкіметтік емес ұйымдармен. Қазіргі енді біздің өзіміздің ақпаратымыз бойынша қазіргі елімізде 100-ден астам үкіметтік емес ұйымдар осы науқанға байқаушы ретінде қатысуға ниеттеніп отыр. 100-ден астам. Енді бәрін атамай қояйын. Солардың пікір алмасып осындай бір байқаушының әдеп кодексі ретінде бір құжаттама, енді былай концепциялық түрде құжаттама жасап шығарған болатынбыз, талқылап осы қараша айының 3-ші жұлдызында бір дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Сол жерде талқылап осы ұсынысымызды бір ауыздан орталық сайлау комиссиясына берген болатынбыз. Яғни енді көп жағдайларда мысалы бізде ең бастысы қағидат, байқаушы қандай саяси партиядан болсын, үміткердің өзінен болсын, байқаушы ретінде учаскеге кірді ме, саяси бейтараптылық таныту керек. Ешқандай да мысалы кандидатқа не болмаса қандай да бір үміткер партия болсын, жаңағы саяси қоғамдық бір ешқандай нелерге бауыр бұрыпту қағидаттарын жоқ, бәрімен тең қағидатта, тек қана заңды ашық түрде жасау бойынша осындай қағидаттар ұстану, қатаң бейтараптық таныту бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеміз енді. Жалпы алған кезде енді көп жағдайларда
дұрыс түсінбеуден болады. Мысалы айтайын, мынау байқаушының құқығы 21 бабы бойынша, сайлау бойынша заңымыздан, байқаушы сайлау учаскесіне тиесілі сайлаушылардың жалпы саны бойынша ақпарат алуға құқығы бар. Осы норманы кейбір жағдайларда, мысалы, байқаушыларымыз дұрыс түсінбей, сайлау комиссиясының төрағасынан мүшелерінен осы сайлау учаскесіне тиесілі адамдардың тізімін маған беріңіз, ол менің құқығым бар деген сияқты осындай жағдайлар көп кездеседі. Ол мысалы жалпы осы сайлау учаскесінде 2000, не болмаса 1000, 3000 деген сияқты жалпы ақпарат саны бойынша ғана ақпарат алады. Не болмаса өзі ғана мен сайлау осы учаскесіне бар ма, тиесілі ме, тиесілі емес пе деген сияқты ақпарат алуға құқығы бар. Бірақ басқа адамның не тізімін, не бар екен жоқтығын алу, ол жаңағы жеке дербес ақпараттың заңы бойынша қорғалады. Осындай мәселелерді көп кездестіремін, сондықтан да енді бұл енді былай бір күндік шаруа емес, жалпы мысалы байқаушылар тарапынан болсын, халықтың арасынан болсын, электоралдық мәдениетін көтеру, жоғарылату, бұл енді біршама уақыт алатын дүние. Сондықтан да бізде де өз тарапымыздан аз да болса да кішігірім үлесімізді. Ал жаңа ұйымдардың тәуелсіздігі немесе автономдылығы тұрғысында. Енді біздер мысалы ондай жаңағыдай кодексте де айтып өттік, бір норма, ол басқа да мысалы ұйымдардың байқаушыларына құрметпен қарау. Біздер мысалы бөлмейміз, сендер саяси партиядан, сен не болмаса шетелден ақша аласың, қаражат аласың, сен мына жақтан мемлекеттен аласың деп емес. Біздер мысалы ондай олардың ішкі дүниесі ғой. Қандай да біздің басты мақсатымыз жаңағыдай барынша науқанды әділ және ашық түрде өткізу. Мысалы, жалпы айтқан кезде байқаушылар не үшін керек? Мынау электоралдық процестерді байқау не үшін керек? Өйткені ол сол науқандағы қандай да бір келеңсіз, не болмаса заң бұзушылық, сәйкессіздіктер болған жағдайларды анықтап, оларды келесі жолға науқанда қайталамау. Ең басты мақсат, бұл әлемдік тәжірибе бойынша да осы байқаушылардың басты миссиясы, басты рөлі осында. Сондықтан да егер де неғұрлым жаңағыдай әртүрлі қоғамдық ұйымдар болсын, саяси партиялардан болсын, қоғам белсенділері байқаушы ретінде, қоғамымыз байқаушы ретінде қатысатын болса, соғұрлым мынау халқымыздың, азаматтарымыздың таңдауы заңмен және қоғаммен қорғалатын болады. Біз наоборот ондай жайттарға қуанамыз, көп болғаны тіпті жақсы. Енді 2021 жылғы парламент сайлауындағы статистикаға қарайтын болсақ, 74 мың, ол орта есеппен қараған кезде әрбір участокке 7-8 байқаушы болған екен. Әрбір бұл деген жақсы дүние ғой. Байқаушылардың саны неғұрлым көп болса, соғұрлым мынау заң бұзушылық жағынан да тәуекелдер азаяды, риски азаяды. Сондықтан да бұл наоборот тәртіп күшейеді дейсіз. Тәртіп күшейеді. Окей. Бірақ соған қарамастан қазіргі таңда кейбір азаматтар өздерін тәуелсіз байқаушылар деп айтады. Сонда қалғандары олар тәуелді байқаушылар ма? Осының айырмашылығы неде? Енді тәуелсіз байқаушылар... Тәуелді болса олар кімге тәуелді, мына кісілер кімге тәуелсіз? Менің түсінігім бойынша тәуелсіз байқаушылар деп, мысалы, яғни қандай да бір науқанда үміткері жоқ, не саяси партиядан емес, мысалы, қазіргі жағдайды алсақ, президент сайлауында саяси партиялар бар, қоғамдық ұйымдар бар. Мысалы, тәуелсіз байқаушылар деп, өзім түсінігім бойынша, бұл ешқандай партиядан емес, ешқандай үміткерден емес, жай ғана бөтен сырттан келген, мысалы, заңнамалық тұрғыда ашық және әділ өтуіне өзінің үлесін қосқысы келген қоғамдық ұйымдардың байқаушыларына енді тәуелсіз байқаушылар деп ойлаймыз. Өзім есептеймін. Ал тәуелді деп, енді бірақ жаңада айтып өттім, тәуелді деп айтуға қаншалықты ол дұрыс, өйткені мысалы, даже саяси партиядан болсын, үміткердің тарапынан, мысалы, доверенное лицо дейміз ғой, сенімді өкілдің өзі байқаушы ретінде қатыса алады сайлау күні. Бірақ ол байқаушы ретінде қатысқан күннен бастап, уақыттан, мезгілден бастап, ол саяси бейтараптық таныту керек. Сондықтан да бұл жерде тәуелді, тәуелсіз байқаушы деп
бөліп жату менің ойымша бұл енді саяси тұрғыдан болсын, басқа да енді адами тұрғыдан болсын кішкене қателік болып есептеймін мен өзім. Окей. Енді соңғы кезде енді әсіресе осы байқау, саяси процестерді байқау саласында жүрген азаматтар үшін өте жаңағы өзекті мәселенің бірі ғой. Сөйтіп байқаушылар кейде бір-бірлерімен бөлінеді. Сондықтан да қойып отқаным ғой. Сол жаңағы тәуелсіз байқаушыларға қайтып келетін болсақ. Ол кісілер енді соңғы кезде жалпы өзіңіз айтып отырсыз, сайлау процестерінде байқау жалпы өте белең алуда, бір белсенді болуда, ол жаңа өзіңіз айтқандай плюс. Сонымен қатар жаңағы кейбір байқаушылар айтады, сайлау комиссиялары бізге камерамызды қолданғызбайды, столымызға таянтқызбайды. Пандемия кезінде өзіңіз білесіз, бірнеше метр жерде әйнектің ар жағында отыру керек деген сияқты. Көп осындай сайлау комиссияларының тарапынан байқаушыларға көрсетілетін прессинг туралы көп айтылды. Жаңағы әсіресе жаңағы тәуелсіз байқаушы деп атаған азаматтарымыздың тарапынан. Қаншалықты осы жиі үрдіс немесе ол жай бір белгілі бір анда-санда болып тұратын іс-әрекеттер ме? Енді біздер енді мынау жүйелі түрде мынау сайлау науқанына байқаушы ретінде қатысуға 2021 жыл маусым айынан бастадық. Мынау ауыл әкімдерінің сайлауынан күні бүгінге дейін өткізіп келе жатыр өңірлерімізде. Күні кеше ғана өткен референдумға да қатыстық. Енді бұйыртса қазір мынау белсенді түрде мынау президент сайлауына қатысқалы жатырмыз. Енді біздің тәжірибеміз бойынша мынау өтіп жатқан нелерге енді сұрақтар әрине болады, бірақ жаңағы техникалық тұрғыдан, мысалы қандай да бір ұйымдардан не болмаса жаңағы жолдамасы дұрыс болмай ма деген сияқты, былай жалпы алған кезде біздер енді барлық үрдіске қатысып келеміз. Сайлау комиссиясы тарапынан осындай байқаушыларға деген мысалы қысымды біздің енді сайлау күні біздің бүкіл өңірлерімізде жаңағы ахуалдық орталықтар жұмыс жасайды. Оған дереу түрде жергілікті сайлау учаскелерінен ақпарат келіп түсіп отырады. Одан кейін олар өңделіп орталық штабқа біздерге түсіп отырады. Солардың берілген ақпараттар бойынша мынау сайлау комиссиясының мүшелері біздің байқаушыларымызға ешқандай былай қысым көрсетілу фактілері тіркелмеген болатын. Бірақ енді әлеуметтік желілерде нелерден оқимыз әртүрлі жағдайларда. Мысалы референдумда да жаңа сіз айтып өткендей, мысалы бірнеше сайлау учаскесінен бір адамды шығарып жіберді байқаушы ретінде мысалы. Енді ондай жағдайларды біздерде енді былай анықтап сұраған кезде учаскелерде қараймыз, енді байқаушы өзінің құқықтары мен міндеттері бар, өзіне белгіленген бір орны бар. Осындайда егерде мысалы жағдайларда жаңағыдай айтқандай дербес ақпараттардың құпиялығын сақтау бойынша егерде ол сақтаса, және де мысалы таспаға, бейне, видео таспаларға түсірген кезде бір адамның бейнесі түсіп қалса, оның рұқсатынсыз және жариялағысы келсе, осындай сияқты заң бұзушылықтар орын алса, онда яғни мынау сайлау комиссиясының мүшесі, төрағасы, не болмаса байқаушылардың өздері де арыз жазып, мысалы сайлау учаскесіне тиесілі мынау участковыйды шақырып, осындай нелерді заң бұзушылықтарды жоюға әрекет жасайды. Біздер өз байқаушыларымызға үйретеміз. Құқығы бар байқаушының, қандай да бір заң бұзушылық болсын, сәйкессіздік болсын, соны дәлелі ретінде, бұл бір міндеттердің бірі өзінің жаңағындай ұсыныстарын, яғни замечаниясын дейміз ғой, дәлелі бар фактілерге негізделу керек. Осындай дәлелі ретінде фактілерді құзырлы органдар болсын, сотта болмасын, дәлел ретінде көрсету үшін жаңағыдай фото, видео жазуға болады. Ол міндетті түрде. Бірақ егер де мысалы жаңағы байқаушы сол түсірген фото не болмаса видео жазбаны жариялағысы келсе, мысалы әлеуметтік желіге, біздер сразу әлеуметтік желіге салып жібереміз ғой түскен бетте. Ол кезде мынау таспаға түсіп қалған адамның бейнесі бар адамның рұқсатын алынмай, мынау азаматтық кодексінің 145-ші бабы бойынша ол заң бұзушылықта болады. Біз осы мәселелерді түсіндіреміз. Мысалы байқаушының құқығы бар, бірақ оны мысалы дәлел фактілерін
дәлелдеу ретінде, заң бұзушылық фактілерін дәлелдеу ретінде. Ал бірақ жариялау бойынша осындай дербес, кейбір жағда мысалы мынау сайлаушылардың тізімі түсіп қалады. Мысалы сайлауға дауыс беру құпиялығы, бұл құпия ғой дауыс беру. Әркім өзінің құқығы бар, иә, баруға, не болмаса бармауға, дауыс беруге немесе бермеуге, және кімге беру керек, ол өзінің жеке басын. Сондықтан да бұл тек қана бізден ғана емес, бұл әлемдік тәжірибеде ешқашан видеоға түсіріп, мысалы таспаға түсіріп, оны жариялау деген үлкен жауапкершілікпен қарайды. Өзім мысалы Германияда болған кезде, енді жалпы былай адамзаттың қарасы көп екен деп видеоға түсіріп, өзіме ғана ешқайда жарияламадым. Сол кезде маған ескерткен болатын, сіз байқаңыз, ертең менде де сізде де проблема болады. Өйткені адамдардың бәрі егер түсіп тоқтатып қалса, өзін байқап қалса, ол сотқа беруі мүмкін деген сияқты. Ол жеке басының дербес ақпараты. Сондықтан да осы мәселелерді таратуға өте қатаң тыйым салынады деп. Сондықтан да мен осы ойлап қалдым. Соларға қарағанда енді біздегі болып жатқан жағдай енді кішкене жаңағыдай заңнамалық тұрғыдан түсіндірме жұмыстарын күшейту керек. Сайлау комиссиясының мүшелеріне болсын, байқаушыларға байқаушылар тарапына болсын, осы мәселелерді үйретсе, егер де мысалы осындай да жағдайларда осылай істеуге болады деп. Не болмаса бейнесін түсірмей жасауға болады ғой. Сондықтан осы мәселелерді осылай шешуге болады. Окей. Бірақ енді сонда да мысалы мен енді бірнеше рет байқаушы болғам, содан байқағанымды айтып отырмын. Кейде сайлау комиссиясы мен байқаушылардың ортасындағы белгілі бір түсініспеушілік, ол түсініспеушілік кейде бір фарсқа дейін кейде алып келіп жатады. Бір-бірлерінің үстіне арыз жазып, құқық қорғау органдарын шақырып, тағы басқа дегендей. Мен түсінуімше, білмеймін, мүмкін мен дұрыс емес түсінбеймін. Мен түсінуімше, ол кісілер серіктес қой, заң баршасына ортақ. Мына кісі де заң бұза алмайды, мына кісі де заң бұза алмайды. Бұл заңмен өте қатты реттелген процестердің бірі. Сайлау процесі сағат нешеден участок ашылады, қалай ашылады, нешеде жабылады, қалай жабылады, хаттамасымен нешеде қаяққа дейін бару керек екенін үшін ең бір бюрократиялық тұрғыда реттелген заңнамалардың бірі ғой сайлау туралы заң. Сәйкесінше заң ортақ, онда барлығы жазылған, бірақ соған қарамастан жаңағы екі тарап бір-бірінен түсінбей кейде қырылып төбелесіп жатады. Сол қаншалықты сіздің ойыңызша дұрыс? Оны алдын алу бойынша мүмкін не ұсынар едіңіз? Бұл жерде енді әрбір мысалы жаңағыдай болған жайттар, жағдайлар былайша айтқан кезде енді индивидуалды қарау керек. Өйткені бір-біріне ұқсамайтын, бір-біріне келмейтін жағдайлар көп болады. Әрқайсысымен жеке дара қарап етіп талқылап сөйтіп. Енді жалпы алған кезде мынау біздерде байқаушылар ретінде сайлау комиссиясы мүшелеріне де байқаушыларына енді былайдан алған кезде былай жүйелі түрде тұрақты түрде сайлау комиссиясы мүшелері жоқ. Олар тек қана мысалы науқаннан науқанға көбінесе мынау бюджетінен жаңағындай қаржылық сферада мынау квазигосударственный мемлекетке қарайтын мекемелердің жұмыскерлері болғандықтан олар енді науқаннан науқанға өткеннен кейін көп жағдайларда енді арасында біраз уақыт өтеді ғой. Мысалы жарты жыл болсын, бір жыл, бір ай болсын өзі ұмытылып қалады. Көп жағдайларда мысалы соларды қайталау керек. Мысалы сіз дұрыс айттыңыз, заңда бәрі нақтылы белгіленген, уақытына дейін қандай үрдістерін қандай уақытта өткізу керек бойынша. Сондықтан сол жаңағыдай саяси емес заңгерлік мынау заңдық сауаттылығын арттыру керек. Қай жағынан болсын, мысалы, енді мен жаңа байқаушылар тарапынан айттым, біздер өзіміз енді байқаушылармен жүйелі түрде жұмыс жасайтын болғандықтан байқаушылар. Сонымен қатар мынау сайлау комиссиясы мүшелерімен де көп жағдайларда мысалы оларды дайындау керек. Оларды дайындау керек. Мысалы, мәселен мынау кіргеннен кейін, тіркелгеннен кейін, одан кейін мынау дауыс беру үрдісі басталады. 12-ке дейін жаңа үй-жайға келе алмай сырттан дауыс беретін адамдардың өтініш жазады. Соларға 2 адам жіберу тасымал жәшіктерімен. 8-ден кейін жапқаннан кейін бюллетендерді жою, жәшіктерді ашу, және де енді 3-ші бап бойынша байқаушыларға көрінетіндей етіп, мысалы мынау бюллетень
мынандай үміткерге де болса қою деген бәрі жазылған. Осы мәселелерді кішкене дұрыстап түсіндіріп қараса, енді түсінікті, там 12 сағатқа дейін санауға құқықтары бар. Енді түсінуге болады, енді таңғы сағат 6-тан бастап кешкі 2-3-ке дейін отырғандықтан ол физикалық тұрғыдан өте ауыр ғой енді. Байқаушылар мысалы ауысып тұратын болса, ал сайлау комиссиясы мүшелері олар нақтылы белгіленген таңертеңнен кешке дейін, түнге дейін отырады. Сондықтан да осы мәселелерді сабырлықпен осылай көрсетіп, түсіндіріп жасаса, енді былай заңдық сауаттылығын арттыру керек. Сол кезде олар өздері құқықтары мен міндеттерін білгендіктен осындай мәселелер азаяды деп есептеймін. Жалпы құқықтық сауаттылық мәселесімен айналысу керек дейсіз. Комиссия мүшелері болсын, байқаушылар. Осы мынау үрдіске қатысты барлық азаматтарында, комиссия мүшелері болсын, байқаушылар болсын, учаске тиесілі полиция өкілдері болсын, басқа да азаматтар осыған барлықтарда құқықтық сауаттылығын арттырып, заң шеңберінде жұмыс істесе, ешқандай да дау-дамай да болмайды, ешқандай келеңсіз жағдайлар да болмайды деп есептеймін. Рахмет. Енді жалпы мынау байқау мәселесі туралы айтып отырмыз ғой. Осы тұрғыда бұл кейбір сөздеріңізде де жаңа атап кеттіңіз, бірақ соған қарамастан біздің көрермендер, әсіресе жас көрермендер үшін жалпы байқау, сайлау процестеріндегі байқау не үшін қажет? Ол қоғам үшін, ол жеке азамат үшін, мемлекет үшін ол не береді? Осы тұрғысында кеңінен айта кетсеңіз. Енді мысалы сайлау үрдісін қазір айтып жүрміз ғой, мысалы белсенділік артуда деп. Сайлау үрдісі инструменті, бұл демократияның енді бір нағыз әлемде бүкіл кең тараған бір инструменттердің бірі. Бұл әрбір азамат осы сайлау құралы арқылы мемлекеттік басқаруға араласу үрдісі. Ауыл әкімі болсын, парламент болсын, маслихат болсын, президент болсын. Соның ішінде жастар егерде мысалы белсенділік танытып, өзі мысалы тек қана сайлаушы ретінде ғана емес, өзі дауыс беріп, сонымен қатар байқаушы ретінде қатысса, белсенділік танытса, ол мысалы мен барып дауыс бердім, енді мен бір дауысым не болады деген сияқты мәселелерге өзі жауап табады. Мысалы байқаушы ретінде қатысса, қаншалықты бұл үрдіс заңды түрде өтті, қаншалықты ашық болды, мынау келген жұрттың жалпы мысалы көңіл күйі қалай деген, мысалы осы үрдістеріне бәрі өзі тікелей бір рет қана барып қатысып өзіне өткізген адам бұның керектігін түсінеді. Және де осы сайлауды өтті, осындай мысалы нелер қандай да бір мысалы ұсыныстарын жасайды. Келесі науқанда осындай ұсыныстар егер қайталанбаса, жаңағыдай сәйкессіздіктер, ұсыныстар қабылданып сәйкессіздіктер орын алмаса, ол өзін мынау үлкен демократиялық үрдісті мемлекеттік басқару жүйесіне өз ат салысты деп есептеуге болады. Себебі ол қандай да бір мысалы бұрын сонды біреу байқамаған, немесе көрмей қалған заттарды көріп, соған назар аударып, соны шешуге, қайталамауға өз үлесін қосты деп есептеуге болады. Яғни осындай белсенділік арқылы болашақта өзінің де өмірі жақсартуға мүмкіндігі бар. Бұл үлкен бір құрал. Сондықтан да бұл енді қазір біздің жастарымыз да соны түсініп келе жатқан сияқты, өте белсенділік танытуда қазір жастардың өздері байқаушы ретінде, мынау әсіресе жаңағыдай волонтерлік, еріктілік тұрғыдан да ешқандай мысалы төлемақы нелер сұрамай өздерінің белсенділігін танытып, біреулер мысалы ғылыми тұрғыдан қандай да бір заңгерлік тәжірибе жинау мақсатында сондай жастарымыз көбейіп келе жатыр. Бұл енді қуантатын жағдай. Жаңа сіз халықаралық ұйымдар туралы айта кеттіңіз. Енді оның ішінде ең беделдісі ол жаңағы ОБСЕ ғой. Белгілі бір адам құқықтары жөніндегі бюросы. Осы ұйымдармен байланыстарыңыз қаншалықты? Ол кісілерге ертең өз ақпарат, сайлау туралы өздеріңіздің талдамалық ақпараттарыңызды бересіздер ме? Ол кісілер оған сүйенеді ме? Себебі кейбір ұйымдарды мен олар қатты белсенді байланыста, немесе өздері және басқа мемлекеттердің парламенттік миссияларын алып келіп байқау ұйымдастырады. Ал сіздер осы өздеріңіз біздер жаңа айтып өттім, олармен кездестік. Олар да бізбен енді біраз бір сағаттан астам уақыт сөйлесіп, пікір алмасып,
біздің мынау қатысып келе жатқан біздің әлеуметтік желіде бармыз, мысалы Инстаграм болсын, Фейсбук болсын, орталық қана емес, біздің жаңағы 20 өңірдегі 20 филиалдарымыздың өздерінің парақшалары бар. Сол жердегі мысалы барлық ақпаратты біздер ашық түрде жариялаймыз. Келесі күні мысалы, яғни мысалы 20 күні өтетін болса, енді алла жазса 21 күні енді былай қорытынды ақпарат ретінде барлық мәлімдеме жасауға 21 шығарасыздар. Ниеттеніп отырмыз енді. Енді жағдайға байланысты көреміз. Бірақ та біз олармен сөйлестік. 21 күні олар да мысалы мені анау пресс-конференциясына шақырып бірге берейік деген сияқты. Анау алдында айтып өттім, өңірлердегі олардан шамамен 30 жаңағындай ұзақ мерзімді байқау ретінде аналитиктері келген болатын. Соларды барлық өңірлерде қазір аралап жүр. Біздің штабтарымыздың басшыларымен кездесіп жатыр. Кейбір жағдайларда бірге жаңағындай сайлау комиссиясын, жаңағындай сайлау учаскелерін бірге аралап, көп жағдайларда мысалы оқыту үрдістеріне қатысып біздің сондай жұмыстар атқарып жатырмыз. Болғаннан кейін, енді сайлау күні өткеннен кейін, енді барлық ақпараттарды жинап, зерделеп, талдағаннан кейін оларға да өзіміздің жалпы мысалы мынау қорытынды ақпаратты беруге ниеттеніп отырмыз. Енді қандай да бір ұсыныстарымыз болса да, солар арқылы да ұсыныстарды жасап, мысалы тек қана өзіміз ғана орталық сайлау комиссиясына болсын, басқа да органдарға болсын емес, солармен де бірге тығыз жұмыс жасауға ниеттеніп отырмыз. Енді в принципе қазіргі таңда контакт налажын дейді ғой. Жақсы. Ендеше рахмет Төлеген мырза, істеріңізге сәттілік. Өте бір саяси тұрғыда маңыздылығы жоқ, жалпы саяси емес. Ана айтады ғой, біз өзімізге басшыларды сайлаймыз. Басшыларды сайлаймыз, өзіміздің өкілдерімізді сайлаймыз. Сәйкесінше ол құр бір саяси науқан емес, ол басшылардың біздің өкілдердің қабылдаған шешімдеріне сәйкес біз қарапайым өміріміз сүреміз. Сәйкесінше өмірімізге әсер ететін үлкен науқандар, сонда осындай рөлдеріңіз өте зор деп есептеймін. Істеріңізге сәттілік. 21 күні сіздерден ақпарат күтеміз ендеше. Жақсы, рахмет. Жақсы.